ортаға Заринаны шақырамыз. Қалайсыз, Зарина? Жақсы, шүкір. Жақсы. Міне сен, тамаша көңілге. Көңілге керемет. Тәуіржан қалай? Тәуіржанда да жақсы болу керек. Жақсы. Шақырамыз ба? Шақырайық. Тәуіржан, келіңіз. Қош келдіңіз, Тәуіржан, қалайсыз? Қош көрдік, жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Бәрі жақсы. Сіздерде кездесу болып жатыр ма? Жаңа жыл өтті, біраз дүние болды енді. Инстаграмнан да көріп жатқанымыз бар. Одан бұрын енді бірақ қолыңызда бір дүние бар, ақпарат бар. Зарина оның не екенін біледі, по идее. Бірақ оны көрсету үшін бірінші видеоны көріп алсақ, сосын барып көрсетейік. Жақсы, көрейік. Кездесіпсіздер, сурет салуға бардыңыздар, бірге? Короче, мен ойлаймын, что әр адам енді өзін, мен ойынша сурет сала алмаймын да енді. И мен айттым, енді маған айтты, короче, кім не қалайды, соны салсын деді. Сосын мен не саларын білмедім, мен просто бүйтіп шимайлап отырдым да, содан кейін мен нәрсе, короче, 1-2 дедім ғой, короче. 1-2 деген, бұл менің ішіндегі душамның несі қалау. 1-2 деген мен мысалы любой нәрсені істер алдында 1-2 де істей саламын, короче. Типа ішіндегі сондай, как отчет қой, короче. Типа старт, кім айтып отыр? Әдем айтып отыр. Так, ал енді мына кісінің душасы кішкене енді радуга болып тұр ғой, короче. Кішкене андай сен болып тұр ғой, короче, верь болып тұр ғой. Өзіңе сен деген сияқты жазу, иә? Енді кішкене айырмашылық болып тұр, все-таки бүйтіп қарап тұрсаң. Әдемі, иә. Сосын мен бұны алып келейін дедім да, сосын ұмыт кетіппін. Сосын машинада қалып кетіпті да, и қазір алып келе салған едім, мен просто үйде бір жерге сандықтың үстіне бір жерге қоя салсын. Қазір сандық бар ма екен дейсіз үйлерде? Әдемі уақыт өткізу бірге, шынымен де бір-бірлеріңіздің көңіл күйлеріңізді, бір қызығатын әрекеттеріңізді білген жақсы ғой. Енді прогресс қалай болып жатыр? Жаңа жыл қалай өтті? Кеше Зарина бір сыйлық алдым деп айтып жатты. Соның бәрін ал сайраңыздар. Негізі аламын ба деген сияқты себеп Тәуіржан тарапынан көңіл бөлу де барлығы жақсы, өте керемет. Жігіт ретінде кәдімгідей өзінің қадамдарын жасап жатыр. Мысалы, сол жаңа жыл болған күні эфирге келгісі келген екен, эфирге келіп бергісі келген екен, сол сыйлықты, бірақ енді кептеліс, білесіздер ғой, жаңа жылда сондай болады да, эфирге келіп үлгермей қалыпты, бірақ шықсам күтіп тұр екен, осылай сыйлығымен, мен бұндай сыйлықты ешкімге бермегем деп тағы бір қызық қылып қойды, интрига ұстап. Сонымен заттарым өте көп болды, сыйлықтар болды, жаңа қолдаушылар берген заттар, сонымен барлығын алып, үйге барып, ашып көрдім. Өте қуанышты болып қалдым, маған андай намазник дейді, сондай заттар, жай намаз берген екен. Өте жұмсақ түсте күшті болып қалдым. Негіз маған дәл сондай сыйлықты көп адам бермейді екен. Бір рет қолдаушыларым берген, бір рет бір жақыным берген. И осы 2024 жылға осы кісі беріп тұр да, енді қызық болып қалды. 25 жылға дейсіз, ой, әдемі сыйлық шынымен де. Бір жаңа өзіме бір осы уақытымды бір жақсы өткізуге бір пайдалы нәрсе болды деп ойлаймын. Рахмет сонысымен, және хабарласып тұрады, жазып тұрады. Бұл кісін жаңа осы сурет салуға барған кезде де андай қандай сурет салады екен деп екеуміз бір-бірімізді андай көрмей отырдық та, соңында бірақ көрейік деген сияқты. Сөйтсем арасында келіп қараған екен ғой, мен даже мән бермей қалыппын.
сол оның салғысы келген нәрсесін де түсіндім. Мен де жаңағыдай сен деген өзіңе сен, жақсылық болатынына сен, әрдайым адамның сеніміне байланысты ғой деген сияқты жазып, солай бір естелік болсын дедім. Одан кейін жақында енді прогресс бар деп жатсыз. Былай ғой, бізде жақында киноға бардық. Сол кезде жұмыстан диа салып кетті, жаңа жүргізушісі. Сонымен киноға бардық. Кинода бәріміз бірге бір мультикқа кірдік. Тәуіржан өмірінде мультикқа кірмеген екен. Мен бір түрлі болып қалдым, ыңғайсыз болып, бірақ ән айта береді ғой мультиктің ішінде ше. Сол жерінде бір ұйықтап алады да, қайтып оянып алады, видеоға түсіріп өзіне көрсем күліп, солай жақсы болып жатыр. Ұйқы дейсіз? Ұйқы болды сол. Сондай. Атак Тәуіржанның жанында менде андай болады. Бір күшті дос сияқтымыз екеуміз ше. Маған сондай бір ұялмаймын, кейде ұрсып ала берем деген сияқты, бір қысылмаймын. Жатырқау деген болмайды. Тәуіржан қиналып жүрген жоқса, бәрі жақсы ма? Нормально. Ұрсып қоямын дейді арасында. Ал сіз үшін қалай болып жатыр қарым-қатынас? Сіз тыңдайық. Білмеймін, бір как будто бұрыннан араласып жүрген адам сияқты болып жүр, білмеймін. Бір привычный болып тұр, бәрі нормально. Бірақ бір нәрсе ұнамай қалды маған. Кеше Зарина кішкене көңіл күйі түскен маған ұнамай қалды. И оған бір себепкер бір кісі бар сияқты да арамызда. Кеше не болып еді деп ойлап отырмын. Негізі мен бүйтіп сұрадым, кішкене біліп алдым, бірақ оны айтпай қойсаңыз деп айтты да маған. И соған бір кісі кішкене бір дөрекі сөйлеген сияқты да. И ол кісі өзі айтса екен деймін. Мен андай сұрақ қойғым келіп тұр Саддәулетке. Саддәулет, сенің бір андай бір чувствоң әлі болса, мысалы мектепте де болады бір ұнайтын қызға бүйтіп сөзбен кішкене болмай жатыр да, іспен де болмай жатыр. И кішкене тиісіп, сөйлеп, сондай нәрсе болады да енді. Сол үшін Саддәулеттің өзінен сұрай алайын деген ол, әлі ұнатып жүрсең айт, оны не істейсің, оны ұрсып, оны дауыс көтеріп, басқалардың көзінше бүйтіп қарап тұрсаң қатты дауыс көтеретін де адам емес. Сондай жағдай болды. Айтсаң да түсінеді ғой. Енді Баласа ханым, мен айтып кете салайын, не қалай болған бұл нәрсенің? Жоқ, тіпті екеуіңіз айтпастан бұрын дауыс көтереді деп жатсыз ғой? Біз негізі... И маған сондай бір екі видеолар да келді, содан кейін мен примерно бүйтіп бәрін бүйтіп складывается на то, что типа обижать еткен да енді сөзбен там обычно ондай. Негізі мен дәл сол нәрсені айтып жатыр ма деп ойлап тұрмын сізді. Негізі егер де Қосайық парақшасындағы стористі айтып тұрсаңыз, екеуінің сөзге келіп қалған сияқты жері, бірақ ол жерде бір айқай ештеңе жоқ, иә? Бір дауыс көтеру деген болмаған сияқты. Енді бұл кісі енді сразу эмоция проявлять ете алмайды, чуть уақыт өткеннен кейін уже сондай. Сосын маған айтты, қазір мен жұмысқа барамаймын, бүгін эфирімді өткізе алмаймын деген әңгімелер болды. Бірақ мен бүйтіп ашып қатты білгім келді да, бірақ қазір соны біліп сұрап алу үшін бірінші сол видеоны көріп алайықшы. Мен қойған жоқпын да өлеңді. Бұл жерде бір Баласа ханым, мен бұл видео көрмеппін. Иә, осы жерде кеше эфирден шыққаннан кейін негізі былай болды, Саддәулет екеуміздің арамызда негізі мүлде сөйлесіп жүрген жоқпыз, особо бір қатты ұрысқан да жоқпыз ғой бұған дейін де. Былай сәлеміміз түзу тұғын. Сонымен кеше бір ортақ танысымызды көріп қалдық. Ол кісі маған кішкене суық амандасты да. И обидно болып қалды ол кісі не үшін маған олай жасағаны. Енді ортақ танысымыз болғанда ол адам Саддәулетпен көбірек араласады, Саддәулетпен көбірек бірге жүреді. Сол үшін мен Саддәулетті тоқтаттым да, кәдімгідей ешқандай эмоциясыз мен туралы бірдеңе жамандап жүрсің ба деп сұрадым. Сөйтсем, я немесе жоқ деп айтуға болады ғой. Сосын өйтіп сен маған жала жабатын болсаң амандаспай та қояйық, анау-мынау деді. Хорошо дедім. Мен ештеңе дейін жоқпын. Өзім анда мазам болмай отырғаннан кейін қойшы ары қарай ұрысуға желанием болған жоқ. Сөйтіп сыртқа шыққан кезде Нуни келіп тұр екен, інісі. Енді мен Нунимен Саддәулетпен арамызға ол араласпайды да, енді Нунимен басқаша араласам. Інім ретінде сөйтіп Нунимен амандастым да, ағаң мен туралы саған жамандап жүрсе де, мен туралы ойыңды өзгертпе, мен сені інім сияқты жақсы көрем, бөлек дедім да. Бірақ сөйткенем Саддәулет сразу барып, жаңа жалобын айтып жатыр да өзін. Мен жаңағы кісіге амандаспай қалғанына біртүрлі болып қалдым. Маған келіп өзінің жаласын жауып жатыр. Мен ештеңке деп жамандамаған бұл қыз деді. Хорошо дедім. Онда неге сен сондай моменттерде бір андай бір жұмбақтаған нәрсе болып қалады да? Жоқ, Зарина жамандаған жоқпын деп просто айтасыз дедім да мен. Ода тұрған не бар? Или мойында жамандайсың. Ода ештеңе өзгермейді. Бәрібір қаз бір-бірімізге ешкім емеспіз деген ойды айттым да, мойындай сал дедім мен. Саддәулетті де тыңдаймыз. Сөз сізде қалды, ойыңызды аяқтап алыңыз. Иә, сол жерде. Сөзіңізді бөлейінші, мен белгіні айтуды ұмытып кетіппін. Бізде белгі Жансаяның қолында. Алау. Алау, үміткерімді күтіп, үлкен сезім қалау.
иә Зарина. Сол менің тарапымнан бір жала жабу емес, просто мойындай сал, немесе болмаса болмады деп айта салсай дедім. Сонымен ол кісі жаңа Сәтдәулет айқайлап бір андай дауыс көтерді да. Маған оның не айтқаны маңызды емес, просто грубить етті ғой, кәдімгі дөрекілік дауыс көтеру біртүрлі болып қалды да. Мен танитын Сәтдәулет бұндай емес еді ғой, жақсы сыйласып ақ жүрген еді ғой, бір дауыс көтермей деген сияқты. Кішкене енді біртүрлі болып қалдым да, не үшін ондай болды? Мен тарапыма басқа ұлдар өйтіп сөйлемейді, мен бауырларым да, ата-анам да маған ондай дауыс көтермейді да. Именно маған ер адамның дауыс көтергені қатты тиеді. Себебі мен өзім ол нәрсеге қатты допускать етпеймін. Біздің арамызда бұрын бұдан да қатты ұрыс болған, бірақ Сәтдәулет ол кезде үндемейтін еді. Енді бір таныстықта болсақ та болмасақ та бір дос болып жүрген моменттерде ол үндемей қоя салатын, или немесе жай сөзбен айтып түсіндіретін. Мен білетін Сәтдәулет адекватный түрде түсіндіретін. Бұл жолы бір кішкене андай дауыс көтеріп, нақты дөрекілік болды. Құры деген сияқты сөздер болды да. Андай мен бір осыған бір келіп тұрған адам сияқты болды да, хотя екеуміз бірдей шықтық, но мен бірдей көрістік та, ешкім ол жерден кететіндей жағдай болып тұрған жоқ. Кішкене сол жағы обидно болды. Сәтдәулетті тыңдап алайықшы, иә? Иә, хорошо. Сәтдәулет. Тоқтамай сөйлейді екен. Не қалайсыздар? Таужан, ассалаумағалейкум, қош келдің. Тез сөйлесе енді сенде. Давай, тез кетіп жатыр уақыт. Сөйлемеймін онда. Уақыт санайды екенсің ғой? Сөйлемеймін онда. Енді санасы кетпейтін шығар. Сонымен жұмысқа бардым. Жұмысқа барғаннан кейін, то есть жолда сразу сөйлей қойыңызшы. Таужан сразу жазды, қалай болды жағдайың, эфирде Зарина, Сәтдәулет не болды сіздерге? Енді Баласахан мен мазақ қылып отыр ғой, мен жағдайдың қалай болған, артық сөзсіз, ешқандай даже эмоцияларымды айтпай мен қысқартып қойдым да, және сіз Сәтдәулетке берген соң үндемей отырмын. Ал бұл кәдімгідей сыйластық. Тыңдап алайық, содан кейін жалғастырамыз. Баласахан, Таужан, қош келдің. Бірінші Таужанға жауап бере салайын. Таужан, менде қалай айтсам болады, сен мектептегідей деп бастадың ғой енді. Ондай мектептегідей болмаса бір балабақшадағыдай үлкен ересек адам ретінде Заринаға қазір көз қарасым, сезімнің с деген әрпі де жоқ. Егер де сен айтасың, сезім болса айт деп атсың ше. Мен оны айтатын болсам, Таужан, мен анау сары диванда отыратын едім қазір сенімен таласып. И мен всегда бәйгеге қатысам, мен жұлып алатынмын любой жерден. И мен оны да жұлып алатын едім да. Понимаешь? Сол үшін бұндай әңгіме мүлде қозғалмай қойсын. Мен сені жігіт ретінде сыйлаймын. Содан кейін ондай солидарность деген нәрсені мен жақсы білем. Сол үшін сенімен таныста жүргеннен кейін мен мүлде хабарласпаймын да, жазбаймын да, кейде бір амандаспай да кетеміз ше. Сол себептен енді Таужан, мен саған былай айтайыншы, саған бір қыз келеді да. Неге? Сәтдәулет, сен мені бір кісіге жамандап жүрсің ба дейді да. Ал біз келіскенбіз, отношение тоқтаған кезде, Зарина, Сәтдәулет, сен егерде біреу ренжіткен болса сен егерде бір халықтан болмаса любой адамнан мен жайлы жаман нәрсе естіген болсаң, сенбеші, потому что сенің жайлы не ойлайтынды, менің сен жайлы не ойлайтынды прекрасно білеміз. Сондай нәрсе болғаннан кейін маған андай обидно болып қалды да. Мен танитын Зарина, маған бар жақсылық тілейтін Зарина, осы жерде көп қатысушылар білмейтін ішкі сырымды білетін Зарина, мен жайлы сондай ойдама. Одан кейін мен осыншама қанша күн, қанша жыл, қанша ай өтіп кетсе де, мен ол жайлы бір жаман деп жатыр ғой. Мен бетіне айтсам айтқан шығармын, бірақ сыртынан бірде-бірі жамандамаған. Баласахан, любой халықтың алдына шығып та, любой еркектің алдына барып, любой қыздың да алдына барып айтып беремін да. Потому что мен жамандамадым ба, значит жамандамадым. Мен ол адамды, потому что мен ол адам жамандығын көрген жоқпын да по факту. И маған жала жауып кеткеннен кейін мен тұрдым да, осылай айтқаннан кейін енді жоқсың сен маған, Сәтдәулет, сен мен сөйлегеннен кейін мен сөйлегенде бөлмей тұра тұршы. Мен сөйлегенде бөлмей дәл осылай айтқанда мен саған бұндай отношение жасамайтын. Иә, Баласахан, былай ғой. Сонымен бірім деген жоқпын. Екінші рет айттым, мен келдім де осында отыр еді алдында. Зарина, егер де сондай мен жайлы ойың, мен жайлы осындай болған болса, мен кезінде шатасып қалған екенмін ғой, мен жайлы ойыңа дедім. Хорошо. Сөйтеді де шығады да, мен інім күтіп тұрған. Мен кеше інім машина айдап келді, мен өзім бержеген болатын бір жұмыстармен. Сөйтіп келіп тұрса, ініме бір рет айттым, екі рет айттым, одан кейін барып ініме айтып тұр да. Типа Сәтдәулет өсекші болып тұр да, короче. Келіп Сәтдәулет бір нәрсе десе де, типа оған сенбеші, анау мынау дейді. Ол қалай еркек адам задевать етпейді. Сен айтқан әңгімеңді, айтпаған әңгімеңді солай айтығып көрсетіп тұрса, Баласахан. Иә, одан кейін тұрдым да, бағышын. Амандаспай кетсек те, бірақ жақсы адам болып қал, мен де саған жақсы адам болып қалайын деп. Сен сол сөз бір жауаптан қашып жатқан адам сияқты болып көрінді маған. Сосын мен Нуниға тұрдым да, әзілдеп айта салдым. Бірақ енді білем ғой, Нуни оның інісі, бұл туралы да мен туралы да жаман ойламайтын білем. Просто маған ол жерде қатты грубить етіп жіберген да, жаңа өзі айтып тұрған сөздерді. Ондай сөздерге білмеймін, мен лайық болатындай мен қатты айтқан жоқпын. Сенің боғауыз сөз айтқан жоқпын, артық сөз айтқан жоқпын. Тіпті видеода қосылып тұр, дауысын шығарып тыңдасаңдар да болады. Мен ешқандай артық сөз айтқан жоқпын, жекеңе өткен жоқпын. Просто обидно болып қалды. Маған да обидно болып қалды. Просто Зарина, қараш, екеуміздің басымыздан осы күнге дейін көп нәрсе өтті да, таныстық болған біткен күнге дейін. Сен сол кезде біреуден естідің ба, Сәтдәулет, сен өзің айтатын едің ғой маған осы ортада отырған кезде. Сәтдәулет, сен мен үшін көп нәрсе істейсің, сен біреуді барып мен үшін ұрдың да деген кездерің болды. Ал сен сондай логикасы бар адамды сен жамандайды деп ойлайсың ба? Саған тікелей сұрақ.
просто сұрақ. Ақыр сен мен жамандыққа қимайды екенсің, бірақ солай ойлап өзіңмен өзің шешім қабылдап қояды екенсің. Жауап берші маған просто. Біздің таныстық кезде просто сен сол адамға мен туралы басқа нәрселер айтты ма деп мен кеше өзіңе де айттым ғой. Бір адамға деп тұрған, ол бір басқа кісі ма? Ау? Ол кім? Иә, ортақ танысымыз ғой, Балауса ханым, ортақ таныс ғой. Екеуміздің ортақ танысымыз, оны кейбіреу қатты маңызды кісі ма сондай? Мен үшін ол өмірімде кәдімгідей сыйлайтындай кісі да, кәдімгідей маңызы бар адам, мен ол адамды қатты сыйлаймын, және ол адамды да маған дейін көзқарасын білемін жақсы екенін. Сол бір просто Сәтдәулеттің бір сөзін солай бір әңгіме арасында жамандағысы келген жоқ, бірақ Заринадан мен алданып қалдым деген сияқты алдында эфирде айтты ғой. Сол нәрсесін барып айтты ма, маған дейін бір көзқарасы жаман болып қалды ма деп ше, мен ол адамды кәдімгідей қатты құрметтеймін, сол үшін обидно болып қалды да. Хорошо, Зарина, мен саған бір нәрсе айтамын. Айтқан жоқпын. Айтайыншы, Балауса ханым, рұқсат па? Мынандай әңгіме бар да, Заринаға мен всегда бір мысал келтіретін. Кезінде бір нәрсені көзбен көрмей жатып, кезінде басын алып тастады деген сияқты мысалдар келтіремін ғой. Ол нәрсе көзің жетпей жатып сөйлеме деп айтатын да всегда. Енді ол өзі көзі жетпей жатып, просто мен үшін шешім қабылдап қойғаны болды да. Маған да обидно болып қалды бір жағынан. И сол үшін қазір Тауыржан келіп анау мынау, мен Тауыржан сен жігіт ретінде түсінемін, бірақ бірінші маған әңгіме айтпай тұрып, бірінші қызыңның аузына еге болу керек, понимаешь, Енді Тауыржан? мен саған бір нәрсе айтайын. Айтшы. Во-первых, бұл кісі менің әлі қызым емес. Екіншіден мен бұны кішкене сұрап алған тұғым. Сол үшін мен сенен сұрап жатырмын да, типа неге өйтіп, енді сен де бүйтіп сразу дөрекі андай жауап бермей, красиво айта салсаң болатын еді да, понимаешь? Мен, Тауыржан, вот видишь, сен мысалға солай жауап бере аласың. Мен сен жауап бере алмайсың ба, получается? Иә, мен солай жауап бере алмадым кеше. Неге? Потому что менде басқа мүлде жағдайлар болатты, басқа ситуациялар болатты да. И сол тонға келіп қалғаннан кейін мен сол тонмен айтып жібердім. Одан кейін ол нәрсе бір рет қана сұралған жоқ. Просто 3 рет болғаннан кейін енді жігіт болғаннан кейін сен де сабырың таусылады, Тауыржан. Просто Балауса ханым мынандай болды да, егер андай всегда аузына боғауыз айтып, қыздарды құрметтемейтін, бір сондай жігіт болса, мен таңғалмайтын едім да. Қойшы, бұл өзі сондай адам ғой деп. Бірақ Сәтдәулеттің просто маған деген, қыздарға деген, жалпы қыз баласына деген құрметін білем. Көңіліне қатты қарайды ғой, қыздар білесіздер ғой. Мына жеріңе көмектесіп жіберейін деп любой қызға көмектеседі да. И андай болып қалды, не үшін маған ондай нәрсе істеді деген сияқты. Бірақ кейін барып ойландым, жұмысқа барғаннан кейін Тауыржан сұрады, не болып қалды деп, бірақ айтқым келмеді, андай өзі не болды, кім, не үшін, қалай деп бәрін сұрап алды да. Мен айттым, соңында сұрады, кім ол енді айтасыз деген сияқты. Сәтдәулет деп айттым, бірақ оның тарапынан неге ондай болып жүр деп сұрады, білмеймін дедім, бірақ просто грубость болғаны маған ауыр тиді. Маған ауыр тиген нәрсе менің ата-анам, бауырларым, мен танитын ер азаматтар Сен ата-анаң, менің ата-анам, бәріміздің ата-анамыз бар ғой, Зарина? Жоқ, бауырларым мен басқа ер азаматтардан ондай нәрсе тыңдамаймын. Сәтдәулет қараш, кезінде Зарина, Сәтдәулет, рахмет. Екеуіңіз бір-бірлеріңізбен біз түсінбейтін, біз білмейтін тақырыпта, біз білмейтін жан жайлы айтып жатқан сияқтысыздар. Тіпті түсіне алмай отырмыз. Балауса ханым, енді және де Зарина, мен ойлаймын, сізге негізі Сәтдәулеттің сіз туралы не айтатыны маңызды ма? Кімге не айтып жүр? Жоқ, Балауса ханым, қатты маңызды емес, просто былай да. Қатты маңызды емес, иә? Андай да, неге бірақ оған қатты мән беріп, соған ашуланасыз? Потому что оған ұнайтын, то есть ұнайтын деп ғой, араласатын, сыйлайтын адамы оған важный болып тұр ғой енді, понимаете? И сосын ол ойын білгісі келді да, енді сұрады, сосын бұл енді жігіт ретінде нормально жауап бересіз болады, бұл жылап, сосын бұда истерика, жұмысына бармай, осының бәрі просто сөзге, понимаете, сөзге. Енді бұл кісі де енді қатты алыс адам емес қой, все-таки екеуі танысты болған, бір-бірін таниды, поэтому бұның сөзі прям жестко өтіп кеткен да, короче. Вот именно, просто Тауыржан. Сен нормально жауап бересің, бұл жерде бәрі болмайтын еді. Солай ма, Тауыржан айтып отырғандай ма? Иә, Балауса ханым, себебі мынандай да. Қазір жылап алғанша мен бір нәрсе айтып Жоқ, мен мынандай да, араласатын адамдарым көп емес, Балауса ханым. Мынандай жамандап тастайтын адамдар өте көп. Мен сыртынан мен оны естіп те жатамын. Мына жерде отырғанда маған әдемі күліп бетіме қарап амандасады, бірақ сыртынан қанша әңгіме айтып жүретін адамдарды білем. Адал адамдарды да білем. Мен сол үшін маған қатты тиеді да. Мысалы, мамаларым көрсетіп жатады да, мына орта жиналып жатыр екен ғой, сен неге бармадың деген сияқты. И маған обидно болады. Қарсы что менде жұмыс бар, алданатын. Бір емес 3-4 жұмысым бар. Соларды жасап мен кішкене алданам да. И мен хотя бы сыйлайтын, кішкене ғана узкий круг бар, мені жақсы көретін, мен кім жамандап барса да ойын өзгертпейтін адамдар бар. Хотя бы солар менде қалсыншы деген ой болды да. И ол адам шынымен мен үшін маңызды, мен папам сияқты, ағам сияқты болып кеткен адам да. Да мені, даже ол адам Сәтдәулетке мен туралы кезінде жақсы нәрселер айтқанда, таныстық бұрын басталмай тұрып та, сол үшін кішкене обидно болып тұрды да. Жаңа Тәуіржан айтқан сияқты,
тағы да сол адамның ойы өзгере ма, сөйтіп қысқара бере ма, мен жақсы көретін адамдарым деген сияқты болды. Енді Сәтдәулетпен таныстық болған соң былай ғой, оны барып басқа Алмат айтса, енді келіп танысып жатыр ғой, мысалы, немесе жаңадан келген Оразғали айтып жатса, мен ренжімейтін едім. Таныстықта болды ғой Заринамен. Значит, бұл Зарина қандай екенін біледі деген сияқты, мені бір ысырып қоя ма деген сияқты қорқыныш болған шығар. Хотя әркімнің өзінің таңдауы ғой. Мен просто сол моментте андай мазам болмай тұрды, эмоцияға беріліп тұрдым, сосын кішкене добивать етеді. Иә, Тауржан, короче, былай ғой. Зарина айтып отқандай, тоже мен всегда айтатынмын, осы қосаяқта мен таныстық тоқтасын, тоқтамасын, Зарина бәрібір мен үшін жақсы адам ол. Адам ретінде ол мен үшін жеке тұлға. Жарайды. Маған қызық емес. Просто кешірім сұрасасын, болды, осымен әңгімені бітіре салайықшы. Тауржан, қараш, тәртіпсіз болмашы. Сен айтып отырсың ғой, өзің бастап алдың да, енді мен айтып отырсың. Енді қараш, сен айтып аласың да, қалай мен адам емеспін ба? Менде ойым бар ғой, тыңдасай. Может, қазір сен мен айтқандай, сен мен кәдімгідей түсініп қаларсың, может, жақсы көріп қаларсың. Может, вообще жек көріп кетерсің да. Может, жек көріп қалдым. Иә, может, жек көріп қаласың. Маған ол разница бермейді. Енді қара. Бұл енді кешірім жасау бітті, әңгіме. Мен кешірім сұрамаймын, қуасың. Мен аған не хочу осы нәрсеге қазір уақытымды терять етіп, я не хочу осы нәрсе үшін. Онда сен келіп сұрама мені, түсіндің ба? Мен сенен келіп қазір, мен саған сұрағыма жауап алдым ғой, дұрыс па? Болды енді. Алған жоқсың сен. Сен толық алған жоқсың. Сен қыз жылап жатыр ғой. Енді қара, менің жүрегім жылады да сол кезде. Неге мен дәл солай Зарина мені көреді. Неге ол мені олай көрмейді? Неге түсінбеймін да мен, понимаешь? Неге ол мен жайлы Заринаның өзіне куә айтамын да мен всегда. Менімен таныстық кезде болмаса біреусіз, біреумен сыртта естідің ба десем, жоқ дейді да. Ал неге ол мен жайлы олай ойлайды просто, понимаешь? Сәтдәулет, Баласақан Мошер айта кетейінші, Сәтдәулет, Зарина екеулерінде бір-бірлеріне негізі алдыңғы сезоннан бастап айтпаған нәрселер қалмаған да бір-бірінің беттеріне. Бірақ былай негізінде жақсы араласады, бір-бірімен бір қарасам вроде бы ұрсып жүреді, бір қарасам нап-нормаль сөйлесіп жүреді. Сіздерді мүлдем түсінбейміз ше. Жаңада айтып жатсың ғой, Зарина, сен де осы жерде негізі қыздарға ауыр пікір айтасың. Бағана жаңа Қайгүл, сөзіңізді бөлейін, бізде дәл қазір жарнамадан кейін бұл мәселе. Сәтдәулет. Жоқ, басқа нәрсе. Зарина, өтініш. Бұдан кейін амандаспай ақ та қойық, вообще сөйлеспей ақ та қойық. Менің саған деген ешқандай сезімім де жоқ. Кәдімгідей адам ретінде мен сені бүйтіп көрген кезде қалайсың дей аламын. Ол маған қатты задевать етпейді. Мен отношенияларыңа вообще кіріскім де келмейді, араласқым да келмейді. Мен тек қана бақыт тілеймін бұл отношениеге. Болды. Амандаспай қоямын, бірақ қалайсың деймін деген қалай кетті. Негізі күнде қалайсың Сәтдәулет, мен саған бармаймын, көрсем амандасам, көрмесем. Иә, болды. Жалпы әңгімені түсіндік қой. Мен мұқтаж емеспін Сәтдәулет, мен амандасып. Болды, осымен қаласың. Ассалаумағалейкум. Бірақ кешірім сұрамайсың. Сұрамаймын. Енді қарасай, енді сен айтып. Жоқ, сен әңгімең жаңағыдай сен мені тыңдап алдың ғой. Енді сенікі маған вообще қызық емес. Мен өздікін айтып алдым, болды. Дедің ғой, сен амал жоқ тыңдайсың ғой, менде микрофон тұр ғой. Мен амал жоқтан тыңдау, мен хақым бар ғой сен тыңдамаймын мен. Тыңдамай қоймай айта берейін. Енді Сәтдәулет, сен жігіт болғаннан кейін енді кешірім сұрайсың, сен бір жерге түсіп қала ма? Сен жаңадан бері ойбай, сен ханзада едің ғой, сен бұл нәрселерді и так білу керексің ғой. Бұл жердегі тонкості сен түсіну керексің ғой. Просто кешірім сұрай саласың, болды ғой. Енді әйел адам сен үшін 2 рет жылап тұр. Жоқ, кешірім сұрайтын момент болады, Тауржан. Мен кінәлі емеспін ол жерде, понимаешь? То что ол адамның мен жайлы өзі кінәлі болып тұр ма? Сен сөйлеткіші, либо мен сөйлеткіші. Енді кім кінәлі осы ситуацияға? Болмаса өзің сұрақ қой да өзің жауап бер, Тауржан. Кім кінәлі болып тұр енді осы ситуацияда? Айтайын деп отырмын ғой саған. Жындысың ба? Кім кінәлі енді айтсай просто, кім кінәлі? Жоқ, қарасай. Ол или сен? Мен саған айтып жатырмын. Мен сұрамаймын кешірім, кінәлі емеспін, потому что бұл тақырып жабық. Мен саған айттым, иә, неге? Потому что ол адам мен жайлы арам ойлағанына мен кінәлі емеспін. На теманы битик енді амандаспаймыз анау деп тұр ғой, енді сонымен біте салсын әңгіме. Енді Зарина, сіз де енді сұрамай қойыңызшы, не істейсің аның ойын? Вообще қызық емес та бұның ойы. Бұның ойы бір нәрсе решать ететін болса жарайды да, вообще қызық емес. Енді обстановканы кішкене ауыстырайық. Мен бір тағы бір сыйлығым бар, соны алып келейік, осы тема жабылсын. Тағы да сыйлық дейді. Жандос шақырайық онда ортаға. Жандос келсін, қандай сыйлық? Қазір бәрі сразу картина деп ойлап қалуы мүмкін, но это не так деп қоясың. Так, рахмет. Оны битик қалай істесем екен? Мына жерде ашсам қызық болмай қалады. Лучше үйіңізге барып ашасыз ғой, короче. Мынандай сыйлықты тоже ешқашан ешкімге сыйламағанмын. Мына нәрсе деп айтайын ба? Сондай, короче. Сіз, короче, отырасаңыз, мынау артында бүйтіп тұрасың, штабанда. Онда қызық екен негізі, иә? Шынымен де ішінде не бар деп ойлап қалдық, енді Зарина айтып берер. Бәрі ойлап қалуы мүмкін, портрет, картина, но это не так деп қоясың. Қазір неге ашуға болмайды? Қазір ашпай қоясыз ау? Кішкене интрига болсын да. Ашқыңыз келіп тұрса енді мархабат. Немесе инстаграмыңызға саларсыз, сол жерден көреміз. Мен өзіңіз көріңіз де. Енді мысалы, біздің жобаны көретін көп адамдар инстаграмға кірмеуі де мүмкін ғой. Мысалы, ата-әжелеріміз инстаграмға кіре бермейді, тиктокқа кіре бермейді. Жарайды онда, көріңіз енді. Сыйлық сіздікі? Сыйлық сіздікі. Ашасыз ба? Ашпайсыз ба? Қай жерде ашасыз? Жақсы, ашы. Ойын бөлінсін. Ал, ашыңыз. Былайнан, ой, ауыр екен.
сол қиын болып тұр ғой. Ананы мен білемін, бүйтіп істесек болады сияқты по идее. Қалай өзі? Кетіп қаласың. Ал, ашыңыз. Мәссаған, қандай әдемі, қол өнермен жасалған, иә? Сүре менің түсінуім бойынша. Ал? Зарина, сіз оқып түсініп тұрған шығарсыз? Бүгін андай бір картинаның күні болып отыр ғой, короче. Мына бір арабский өлең болып тұр ғой, короче. Арабская ночь деген сияқты ма. Ау, келмей тұр екен, иә. болса ханым күшті, өте қатты қуанып қалдым. Бұл жерде, короче, аятүл курсы. Мен по идее мынаны оқи алатынмын кезінде. Бірақ бір қайталап алсам по идее оқып бере аламын. Но сосын ең өзіме ұнайтын сүрені заказ бердім, сосын бүгін алып кеттік. Әдемі, өте әдемі екен, тастарымен безендірілген. Зарина? Рахмет, өте қуаныштымын. Маған негізі мен осындай сыйлықтар қатты ұнайды. Бір рет қолдаушыларым бір сөзбен жазып жіберген еді. Енді аят тұрса вообще күшті болатын болды. Үйімде бұйырса бөлмеймін осындайлармен толайын деп тұр ғой. Рахмет, қатты ұнады. Күтпедім еще бұндай сыйлық болады деп. Анда әрбір қиындықпен бірге жеңілдік бар дейді ғой. Негізі Тәуіржанмен кеше тоже әңгіме айтып отырған кезде де андайда осы нәрсені айтып беріп жатырмыз ғой, енді кеше осындай болып қалды деп. Бірақ енді бұл кісі де қатты көңіл алмақ қой, енді болып тұратын шығар, бұрынғы адам болғаннан кейін деген сияқты қылып жұбатуға тырысты. Қалай әңгіме өзгеріп кеткен білмейміз да, Тәуіржанмен ше. Ең соңында барып айтатын, мен жаңа жылап отырып жазып жатыр едім ғой сізге, хотя уже сразу ойым бөлініп, көңілім бөлініп кетті ғой, бәрін ұмытыр жердіңіз деген сияқты. Солай рахмет айтып, ол көңіл бөлулеріңізді андай сезіледі ше маған. Үйінде жүреді, жұмыс істеп жүріп аудио жібереді, аяқ киім киіп атып дауыстар шығады, бір кезде машинада отырады. Соның барлығы уақыт тауып, солай көңілім тауып жатқаныңыздың барлығына көп рахмет. Енді өз сөзіңізбен айтсаңызшы. Рахмет деп басқаша айтатын едіңіз ғой. Қалай? Басқаша айтатыныңыз бар, осындай барлық жақсылықтарыңызды бағалаймын. Рахмет. Ой, сыйлық жүргені жақсы әрине. Шынымен де қазірдің өзінде осылай сыйлық беріп, қуантып, жаңа ғана жылап отырған Заринадан түк қалған жоқ, сондықтан да менің ойымша, Тәуіржан сізбен жүріп мүлдем жыламасыншы. Қолыңыздан келеді деп ойлаймын. Бұйырса? Енді мен айта алмаймын, вдруг менің какой-то нәрселерім жылатып жіберуі мүмкін, мынандай мелочь нәрселер, поэтому я енді стараюсь. Дайын жер деп атқан сияқты айттыңыз. Дайын жер деп атқан сияқты. Жоқ, енді на всякий случай ғой, енді ешнәрсеге гарантия бере алмайсың бұл өмірде. Даже шыққаннан кейін 5 минуттан кейін не болатынын, мысалы да, Саддәулеттің жағдайы не болатынын, мысалы білмейміз ғой ешкімге, поэтому гарантия жоқ қой. Не істегің келіп тұр? Деп жатырмын, просто сені қосып жібердім әңгімеге. Енді әңгімемен қоссаң, мен саған айтайын, 5 минуттан кейін мен реклама болады. Әжетхана барып келем, тірлігімді істеймін. Бірақ енді қара, Гүлжан, сен енді андай типа бүйтіп крючок тастап қойдың ғой, уайымдамай қой, қасыңдағы көмекшілерің де, өзің де маған еш нәрсе істей алмайсың сен. Иә, сен ханзадасың ғой өйткені. Мен ханзадалықтан бөлек. Гүлжан, сен мені танисың ба, не аласың? Мен сені танымаймын. Сен мені танисың. Сен екеуміз жақсы. Жақсы жігіттер, рахмет. Иә, негізі жаңа айтып жатырмыз енді. Тәуіржан, сізге бір сұрағым бар еді. Өткенде сіз айтқан едіңіз, иә? Маған Зарина ұнайды деп айтып қалдыңыз. Сол сөздің сөз жайлы білгім келіп тұр. Сол процесс ұлғайып жатыр ма? Сол бір сезімдер, ойлар өсіп жатыр ма деген сияқты. Және де Зарина, сізге де сол сұрақ? Сұраймыз, дайындалып отырыңыз. Мен білмеймін, мысалы, менде мынандай нәрсе пайда болды да. Мен әкеммен сөйлескен кезде, мысалы, ең бірінші қызың дініне қара деді, негізі. Мен әкем совет беріп жатыр да. Дініне қара деді, ата-анасын көр деді, мысалы. Сосын менде андай бір ой болды. Если екеуміз таныстығымыз жарасып жатса, мен мамамды Заринаның мамасымен бірге саяхатқа жіберуге, короче. Екеуі бұйырса ғой, общение ұстап деген сияқты. Сосын уже мамам да айтады, сосын уже общий танысамыз деген сияқты. Енді сондай процесстер болады деп ойлаймын енді. Бірақ енді не обязательно сразу жүріп кету деген сияқты. Потому что мен папам айтты, қасыңдағы адамды қатты жақсы көру саған маңызды емес деді. Потому что ол адам саған просто ұнай бере берсін, жүрегіңе приятно болса болды деді, короче. Ал ол қатты жақсы көріп үйлену деген ол кезде уже андай стереотиптер бар да, типа сен қыз болсаң, сені жігіт адам қаттырақ жақсы көру керек деген сияқты. Или, например, қыздар хотят, чтобы жігіт больше любил деген сияқты. А мен хочу, чтобы все строилось на уровне уважения дейді ғой. Мен хочу, чтобы было так. Тәуіржан, сізге Зарина ұнай ма? Ұнайды. Ұнамаса мен не істеймін, сөйлесіп вообще. Давно кетіп қалатын едім, по идее. Зарина, сізге Тәуіржан ұнай ма? Мен Заринаның позициясын да білемін, потому что екеуміз де бұл туралы кішкене сөйлескен кезде, бұл маған как жақын досым сияқты сіз деді ғой енді. Поэтому мен ойлаймын, что ондай сұрақты типа қойған кішкене
бәрібір де ол жауап шықпайтын сияқты деп тұрсыз ба? Иә, бәрібір, потому что әлі есте сияқты. Потому что Дегенмен сұрайық. Не деп жауап береді? Өзіңіз бағыңыз сынап. Ал бағым сынап көрейін, Зарина, не деп айтасыз сұрағыма? Тәуіржан, сізге ұнай ма? Ұнай ма дегенде ұнай береді ғой, просто ұнаудың. Тәуіржан, сіз меніңше жауапты естіңіз Мен келмейді. бүйтіп отыршы, айтып алсыншы. Ялып тұрмын. Ялып тұрсыз ба? Иә. Дегенді қойыңдаршы. негізі болса ханым, жаңа Тәуіржанның тарапынан да айтылып жатқан нәрселер менде де бір сондай сияқты, бір адамның жеке өзін қатты жақсы көру мүмкін емес сияқты да. Бір өмірге деген ұстанымдары, өз-өзін қалай ұстағаны, бір юморға жақындығы, бір сондайсымен адам бір жағымды болады да, сенің қасында жүрген кезде. Жаңа уақыт өтіп кетеді, қызық болады, ұялмайсың, ештеңеден жатырқау болмайды. Мүмкін осы нәрселер бір деңгейге көтереді деп ойлаймын да. Бірақ енді ұнайды деп айта алмаймын, сол жақын дос сияқты көремін. Менде мынандай болады. Айтып бол ма? Былай да. Жақындап қалдық. Кейбір секреттерім бар ғой, енді ешкімге айтпайтын. Тәуіржанға айтып қоямын да, білмеймін қалай. Ол да сондай. Анда прям айтпау керек деген нәрселерді. Демек ұнайды. Солай сияқты. Демек жақсы көреді дейді Ақерке мысалы. Бол ма? Болса нақты ештеңе айта алмаймын просто. Все болды. Білмеймін, көреміз. Жақсы, уақыт көрсетеді дейсіз, иә. Дегенмен де жаңағы жүрегіңе жылы, жақын дегеннің барлығы бір ұнайды дегенге келетін сияқты. Және қайта-қайта көргім келеді дейтін дүние бар ғой, сізде ондай бар ма? Қалай? Қайта-қайта көргіңіз келе ма? Негізі былай екеумізде Тәуіржанның маған бостандық беретіні, қатты бір қинамайтыны ұнайды да, сол жағынан. И ешқашан болмапты, Тәуіржанмен болған сияқты таныстық. Бірінші рет болып тұр, басқаша болып жатыр. Басқаша. Тәуіржан, сізде бола ма бір асығып, мен қазір бүгін Заринамен кездесем деген сияқты? Кездесуге асығу деп айтамыз ғой? Асығу дей ма? Мен асықпаймын, по идее. Менде потому что ожидание болып қалуы мүмкін да, поэтому мен я хочу, чтобы на уровне андай ішімдегі интуициямен бола берген қалап тұрмын. Андай қатты қаласың болмай қалады ғой, короче. Сондай нәрсе бар да, поэтому. Просто 2 сағат күтемін десең. Кешігіп келетін болмаса, жұмыстарымен деген сияқты. Айтпесе, жоқ енді, бұл кісі кездесуден ерте шығып қояды, мен жұмысым сәл кеш бітіп қалады деген сияқты ғой. Негізі жалпы қатысушылар, егер де басқа бір жұптар болса, басқа бір таныстықтар болса, міндетті түрде сұрайды менің ойымша. Қашан? Бірақ сол сұрақты енді мен қоя берейін, иә, сіздердің аттарыңыздан. Сіз бүгін біраз сұрақ қойып тастаған сияқтысыз бізге, иә? Қашан? Негізі деймін да. Тәуіржан. Ау. Қашан жұп болудың ауылы алыс емес па, жақын ба деген сияқты сұрақтар. Білмеймін. Және оған бір уақыт керек па? Негізі біздің таныстыққа уже 1 айдай болып қалады екен. Кеше маған сіңлім айтады, екеуің танысқандарыңа 1 ай болып қалыпты ғой дейді. Маған деген уақыт зулап өткен сияқты, кеше ғана танысқан сияқтымыз. Бірақ енді аз уақыттың ішінде өте жақсы таныстық болып жатыр деп айта аламын да. Бірақ енді Тәуіржан тарапынан білмеймін, қазір айтпақ қойсын, ондай нагүн болады, жұп деген сияқты, білмеймін, ондай ұсынып шам болады деген сияқты. Бір күні керек емес, жай ғана мен жалпы жоспарды сұрап жатырмын, болжамды деген сияқты. Сіздерге қаншалықты маңызды жұп болу деген сияқты көзқарасты білгім келіп тұр. Соңғы сұрағым болсын осы. Енді көреміз енді бұйырса. Бұйырса? Может, максимум 1 айдан кейін деп ойлаймын. Ну, примерно осынша уақыт, мысалы сөйлесіп тұр ғой, примерно осындай уақыт тағы болса, я думаю, уже примерно уже будет все ясно деген сияқты ғой. Маңдайдан тер шыға бастаған ғой, мен тұрамын ба? Уже? Болсаған мен де уайымдаппейсің ғой. Негізі мен үшін жұп болу кәдімгі үлкен қадамда. Сондықтан әлі дайынмын ба, дайын емеспін ба деп ойлап кеттім ғой мен де. Бұйырған болады, андай қатты ойлай бермейікші, қатты андай несе кетемін, түнде ұйықтай алмай, не болады, қалай болады, точно дұрыс бола ма деген сияқты уайымдаймын. Негізі енді мен ойлап тұрмын, кеңес па білмеймін. Жалпы енді бір жағынан барлығы бір сыртта дос сияқтымыз деген сияқты бір әңгімелердің төңірегінде жүрмей, осы қыз жігіт ретінде қандаймыз деген сияқты бір бағытты бұру керек сияқты сол жаққа қарай. Мен ойлаймын, если біз екеуміз жұптар болсақ. Сол жағынан сіздер бір-бірлеріңізді жақынырақ, жақсырақ танисыздар қыз жігіт ретінде. Дос ретінде енді ұзаққа дейін жүре беруге болатын сияқты ойым. Мен ойлаймын, если екеуміз жұп болатын болсақ, мен ары қарай екеуміз де бұл жерден кететін сияқтымыз деп ойлаймын. Типа, зачем тянуть етіп деп ойлаймын. Жұп болғаннан кейін кетсек бола ма? Яғни үйлену ма? Ну енді типа, вообще эфирға келмей деген сияқты ғой, сондай бола ма негізі? Иә. Оны енді Зарина өзі шешеді. Сосын бір сұрағым бар. Неге мен ана шымылдық деген комнатаға кірмедім ғой вообще осы?
сырласу ма андай. Кіргіңіз келіп тұрса, қазір Жоқ, кірсеңіз негізі деймін да, сол басында бәрі кіріп жатыр да, соны мен қарап күтіп отырмын да, бәрі кіріп әңгіме айтып шай ішіп отырады да, мен қашан су ішіп отырамын да, ана жақта шай іше деген көріп. Онда сіздерді сол сырласу бөлмесіне шығарып салайық. Иә, дәл қазір екеуіңіз барып шай ішіп қайтыңыздар. Ол жерде микрофон жоқ шығар, иә? Или мынаны өшіріп тастаймыз ба? Просто бүйтіп между собой. Шыға беріңіз, өшіріп тастаймыз қазір. Иә. Сырласуға барып шай ішсін. Бізде енді құрметті көрермен,